Ол Пеннивайз. Ол клоун емес. Ол тылсым күш. Оны туралы ешқашан ойлама. Өйткені ол сен ойлаған сәттен бастап сені бақылап тұрады. Оны, яғни клоун образына енген, бірақ клоун емес персонаж. Оның пішіні жоқ. Ол мәңгілік тылсым жаратылыс. Оның нақты формасы жоқ. Тек адам санасы көтере алатын маска киіп жүреді. Пеннивайздың шын бейнесі өлі жарық деп аталатын жарықтар. Оған тура қараған адам есінен танып, санасын жоғалтады. Ол қайдан келген? Ол жерге миллиондаған жыл бұрын келді. Бірақ ол біздің әлемнен емес. Ол макроверс деп аталатын адамдар түсіне алмайтын шексіз әлемнен шыққан. Бұл жерде уақыт жоқ, логика жоқ, физика жоқ. Тек хаос, қорқыныш және өлім. Ол сенің ең үлкен қорқынышыңа айналады. Пеннивайз сені көрмей тұрып-ақ қорқынышыңды сезеді. Сен неге үрейсің? Ол соған айналады. Егер сен судан қорқасың ба, ол су ішінде пайда болады. Қараңғыдан ба? Ол қараңғыдан пайда болады. Ол тек өлтірмейді. Ол алдымен сені сындырады, қорқынышты сезіндіреді, сосын барып жейді. Ол неге балаларды таңдайды? Балалар қорқынышқа бейім. Балалардың ойы шынайы, сенгіш. Пеннивайз үшін олар дәм-дәрі оңай жем. Ол оларды алдай алады, манипуляция жасай алады. Клоун образы да жайдан-жай таңдалмаған. Клоун көңілді сиқыршы, бірақ ішінде зұлымдық жасырынған. Ол әр 27 жыл сайын оянады. Пеннивайз 27 жылы ұйықтайды, сосын оянып, бірнеше ай бойы адамдарды аулайды. Әсіресе балаларды, сосын қайта жоғалып кетеді. Бұл цикл ғасырлар бойы қайталанып келеді. Ол мәңгілік. Дерри қаласында болған барлық қырғындар, адамдардың жоғалуы, оның бәрі оның ісі. Пеннивайз психологиялық жыртқыш. Ол сені тек денең үшін емес, жаның үшін аулайды. Ол сені қорқыныш арқылы азаптап, сындырып, ішкі энергияңды жейді. Кейбір адамдарды ол өлтірмейді, тек ақылынан айырып жібереді. Олар өмір бойы түнде тыныш ұйықтай алмай өтеді. Оны өлтіру мүмкін бе? Ол өлмейді. Пеннивайзды тек сенім арқылы әлсіретуге болады. Балалар оны жеңе алған, себебі олар оған сенбеді. Олар бірге болып қорқынышты жеңді. Бірақ оның шынайы өлім емес. Ол формасын өзгертуі мүмкін. Ол бір күні қайта келеді. Ол шынайы оқиға ма? Фильм емес. Бірақ шабыт нағыз қылмыскерден алынған. Стивен Кинг оны жазарда Джон Уэйн Гейси адамнан шабыт алған. Бұл қылмыскер Америкада балаларды туған күнде болып өнер көрсететін болған. Бірақ артынан ол 33 баланы өлтіріп, үйінің астына көмген анықталды. Пеннивайз сол қорқыныштың символы. Ол сағанды келе алады. Ол оймен өмір сүреді. Сен оны есте сақтасаң, ол бар. Сен оны ұмытсаң, ол ұйықтайды. Бірақ сен түнде жалғыз қалғанда, қызыл шығар көріп қалсаң, немесе душта біреу қарап тұрғандай сезсең, ол осында.